Бұл Солтүстік Корея, жер шарындағы ең жабық мемлекет. Өзінің қатал диктатурасы, милитаризм саясаты мен ядролық қаруға қатысты жоспарларының кесірінен бұл азиялық мемлекет әлемдік қауымдастықтың сынына жиі ұшырайды. Біріккен ұлттар ұйымының 2014 жылғы қаулысы бойынша Солтүстік Корея диктатурасы әлемдегі ең қатал әрі адам құқықтары ең өрескел бұзылатын ел болып танылды. Алайда Солтүстік Кореяда ел тізгінін ұстаған басшылар өздері басқарып отырған ел үшін еш қысылып қымтырылмайды. Елдің жабық саясаты және елдегі медиа және ақпараттық күштер бұл ел азаматтарына мемлекеттің шынайы экономикалық жағдайын жалған баяндайды. Анығында Солтүстік Кореяның ішкі жалпы өнімі, яғни экономикасының номиналды есептік көрсеткіші 25 миллиард ақш долларын құрайды. Ал ішкі жалпы өнімі сатып алу көрсеткіші бойынша 40 миллиард долларға пара-пар. Бұл цифраны есептеп шығу өте қиын және бұл нақты дерек болмауы да мүмкін. Неге? Себебі біріншіден Солтүстік Корея экономикасы туралы дерек аз, екіншіден Солтүстік Кореялық валюта вон және чон әлемдік деңгейде ешқандай құндылығы жоқ, тіпті валюта ретінде курсы да жоқ. Яғни Солтүстік Кореялық валюта вон Солтүстік Кореядан басқа шет елде жай ғана социализм символдары бейнеленген қағаз болып қала береді. Ал табысының басым бөлігін әскери сала мен диктатуралық жүйені ұстап тұру үшін пайдаланатын елдің шынайы экономикалық ахуалы қиын. Біз бұл ситуацияны түсіндіру үшін бәрін басынан бастауды жөн көрдік. Корей соғысы 1950-1953 жылдар. Анығында біртұтас бір ұлт болып саналатын Кореяда, яғни Корей түбегінде 1953 жылдың шілдесінде екі үлкен саяси күштің соғысы аяқталып, 38-ші параллельде Корея ұлты мен Корей түбегі екі мемлекет болып бөлінді. Оңтүстік кореялықтар капитализмді, ал солтүстік кореялықтар коммунизмді таңдады. Алғашында солтүстік кореялықтардың бұл шешімі дұрыс саяси шешім болып көрінген. Себебі соғыстан жаңа ғана ес жиған Солтүстік Корея экономикалық өсім стартын өте қарқынды бастады. Өзінің коммунист көршілері Қытай мен Кеңес одағының қолдауының арқасында өзімен аттас оңтүстіктегі көршілерін экономиканың барлық дерлік салаларында оңай озып шықты. Біртіндеп коммунистік Қытай мен Кеңес одағы сияқты Солтүстік Корея экономикасы да жоспарлы экономика болып шыға келді. Елдегі барлық дерлік өндіріс мемлекеттің толық қадағалауымен жүзеге асты. Алғашында жоспарлы экономика теңіз порттарын салу, егістіктегі өнім көлемін арттыру, сауда айналымын қадағалау және елдің әскери әлеуетін арттыруға бағытталған еді. Алайда өзінің қазба байлығын коммунист көршілеріне сату арқылы Солтүстік Корея аз ғана жылда кішкентай ауыл шаруашылық елінен өндірістік дамыған электростанциялар еліне айналды. 1960 жылы Солтүстік Корея өзінің 4-ші экономикалық жоспарын жариялады. Бұл экономикалық жоспар бұрынғысынан өте ерекше, аса қарқынды, индустриалды бағытқа қол созған жоспар болды. Алайда аз ғана уақытта Солтүстік кореялықтардың бұл экономикалық жоспарды орындай алмайтыны және бұл мақсаттар Солтүстік Корея үшін тым оптимистік сценарийде құрылғаны белгілі болды. Әрі сол кезеңде Солтүстік Корея мен Кеңес одағының арасы сәл алшақтап, керісінше Қытайға көбірек арқа сүйеуге көшті. Кеңес одағымен байланыс жақсы еді, себебі коммунистік елдер арасында түсіністік аса жоғары деңгейде болды. Алайда бұл Солтүстік Корея үшін әкеңді қатты жақсы көресің бе, әлде анаңды қатты жақсы көресің бе дегендей әсер етті. Солтүстік Корея коммунистік Қытайды таңдады. Осы кезеңнен бастап бұл ел өзінің әскери әлеуетіне қатты көңіл бөлді, себебі коммунистерге Америка құрама штаттары бастаған капиталистер тарапы қысым көрсете бастады. Америка домино эффектісінен қорықты, яғни дәл сол Солтүстік Корея сияқты өзге елдер де бірінен соң бірі құдды домино ойыны сияқты коммунизмге бет бұрып, Совет одағына болысып кете ме деп. Ал бұған қарсы тұру үшін Солтүстік Корея экономикалық қуатының басым бөлігін қару-жарақ пен әскери өнертабыс саласына жұмсауға мәжбүр болды. Осылайша 1965 жылы тұңғыш рет Оңтүстік Корея солтүстіктегі көршілерінің қолында бар тиімді құралдар мен басымдығына қарамастан Солтүстік Кореядан экономикалық тұрғыдан озып шықты. Дегенмен сол кездегі экономикалық цифрлар қазір күлкілі естіледі. 1980 бастаманың соңы. Экономикалық өсімдегі кішкентай ғана проблема жыл өткен сайын ұлғайып, 70-ші жылдардың соңында үлкен кризиске әкеліп соқтырды. Солтүстік Кореяның коммунистік шет елдерден қарыз алу немесе инвестиция тарту мүмкіндігі болды. Ол бұл мүмкіндікті тиімді пайдаланудың орнына экономикалық жоспарды орындау үшін қарызға белшесінен батты. Экономикалық жоспарды қате болды демейміз, тек қаражат тиімді игерілмеді.
Осы кезеңде Солтүстік Корея өзінің бюджетінің 25%-ін әскери шығындарға жұмсады. Салыстырар болсақ, сол кезеңдегі әскери салаға ең көп қаржы жұмсайтын Америка Құрама Штаттары өз бюджетінің 54%-ін әскери салаға жұмсайтын. Яғни Солтүстік Кореянікі де жаман көрсеткіш емес сияқты болып көрінеді. Алайда ескеруге тиісті екі факты бар. Біріншісі, Америка Құрама Штатының әр штатының өзінің бюджеті бар. Егер штаттық бюджетті қоса есептесек, Америка Құрама Штаттарының әскери салаға бөлетін қаржысы шынайы өз бюджетінің 50% емес 30%-ын ғана құрайтын көреміз. Ал Солтүстік Кореяда штат жоқ, тек провинция, ал провинциялардың өз бюджеті жоқ, барлығы бір орталықтан басқарылады. Екінші факт, Америка Құрама Штаттары экономикасы жоспарлы экономика емес, капитализм орныққан. Мысалға, 2008 жылы Америка Құрама Штаттарының әскери шығыны өзінің ішкі жалпы өнімінің бар болғаны 3,2%-ін құраған. Ал Солтүстік Кореяда бұл көрсеткіш 20%-ның шамасында. Сол себептен жоспарлы экономикаға арқа сүйеген Солтүстік Кореяның экономикалық жоспарлары орындалмай қалды. 1980 жылы Солтүстік Корея өзінің сыртқы қарыздарына дефолт жариялады. Осы кезеңнен бастап Солтүстік Корея экономикасына әлемдік қауымдастықта сенімсіздік пайда болды. Әрі елде ұзаққа созылған құрғақшылық ауыл шаруашылығын әбден тығырыққа тіреді. Бұдан жаман еш нәрсе болуы мүмкін еместей көрінген еді. Алайда 1991 соңғы бастама. Алайда Солтүстік Корея үшін шынайы қиындықтар 1991 жылы Кеңес одағы тарағанда басталды. Өзінің ең үлкен қамқоршысынан айырылған Солтүстік Корея кезекті рет өзінің жаңа экономикалық жоспарын жариялады. Бұл жолы бұрынғыдай айға қол созған жоқ. Экономикалық жоспары негізінен ауыл шаруашылығына, жеңіл өнеркәсіпке және сыртқы сауданы жандандыруға бағытталған еді. Бұл жоспар да орындалмады, себебі бұрынғыдай Кеңес одағынан келетін технологиялар мен ауыл шаруашылығына қажетті тыңайтқыштар болмады. Осы кезде ғана бұл ел экономикасының Кеңес одағына қаншалықты байланып қалғаны белгілі болды. Ал сыртқы сауда байланысының тоқтауы бұл ел экономикасы үшін өлім жазасымен тең еді. Енді ел басқарған басшылар елдің экономикалық гүлденуін емес, өз билігін сақтап қалуды көбірек ойлайтын болды. Ел жабық концлагерге айналды. Ондағы диктатура мен милитаризм аса қатыгез жүйе болып шыға келді. Бұған ел азаматтарына жасалған ақпараттық медиа шабуыл зор ықпал етті. 2009-2014 жылдары елдегі өнеркәсіпке біршама жеңілдік беріліп, мемлекеттік жоспар үшін ғана емес, жеке меншік өнеркәсіпте мүмкіндік берілді, алайда бұл экономикалық өсім жасау үшін жеткіліксіз болды. Қазірдің өзінде Солтүстік Кореяда өндірілген тауарлар 20%-дан 50%-ға дейін тек мемлекеттік жоспарды орындау үшін ғана жұмыс жасайды. Әскери жаппай қырып жою қаруынан бас тартпағаны үшін әлемдік қауымдастықтың қатал сынына ұшырап, экономикалық санкциялардан бас көтере алмай отыр. Бар қазақтың сүйікті тарихи телехикая қаһарманы Ханзада Жумонг негізін қалаған Корё немесе қазіргі Корея. Бір халық, бір ұлт, алайда екі мемлекет, екі түрлі басқару жүйесі. Жер шарында қандай да екі мемлекетті бір-бірімен салыстыру өте қиын, алайда Солтүстік және Оңтүстік Кореяны бір-бірімен салыстыруға болады. Корей соғысынан соң 1953 жылы бұл екі мемлекеттің экономикалық жағдайы бірдей еді. Олар экономикалық стартын бірдей межеде бастады. Оңтүстік Корея капитализмді таңдады. Оның дәл Солтүстік Корея сияқты қазба байлығы да, алпауыт қолдаушы мемлекеті де болған жоқ. Ал Солтүстік Кореяда экономикалық мүмкіндіктер әлдеқайда жоғары еді. Олардың экономикасын күйреткен коммунизм болды десек те болады. Бүгінде Оңтүстік Корея экономикасы Солтүстік Кореяның экономикасынан 60 есе қуатты, әлемге ашық, өнеркәсіп пен ғылым саласы дамыған. Бұны түсіну де, түсіндіру де қиын емес. Бар болғаны қарапайым экономика. Арнамызға тіркеліңіз. Бұл екі мемлекеттің экономикалық дамуы жайлы және бізге қандай үлгі алу керек? Ойыңызды комментарийге жазыңыз. Видеоға лайк басып, қолдау көрсетіңіз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнамызға басқа да қызықты әрі экономикалық сауатты видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.